Ал балам, сен туылғанда мына жылқы арнап едім. Осы жылқың да өсіп қалыпты. Сол жылқыға міну үшін мына ер тоқымыңды көрсетейін деп едім. Астың жайлы, тақымың мықты болу үшін. Ер тоқым деген не? Ер тоқым деген бұл ер тоқым үзеңгі, қамшы әртүрлі неден не істейді, бөліктерден тұрады. Атқа міну жалпы тілден халықтың ер тұрман, ер тоқым деп аталады. Қазір мен саған мінгізіп көрсетейін. Мына жағы тоқып. Кел тоқиық. Мынаны тоқып, астың жұмсақ болу үшін тоқып мен саған көрсетейін. Қазірден үйреніп тоқым еріңді істей бер. Bir шетін ұстауды балам, өйстіп тоқимыз. Көріп үйреніп отырсың балам, ерді. Астың жайлы жұмсақ болу үшін. Ne балам, тоқымыңды тоқып болдық. Кел жылқыңа мінгізейін. Балам, еріңді салып, астың жайлы болу үшін жылқыңа салдым. Кел отырғызайын. Ал, балам, жылқының аяғы талмасын, өрге өсе берсін, тақымың мықты шауып, биік белестерді бағындыра бер. Рахмет, әке.